Қымбат достар, сәлемдесу ортада, жерұйық Атырау. Biz o söyleymen Dağlara gelir Yer ötesi Dağı gelemez O söyleymen Yeten arağım Ayda o ketip kaldı Ben görmey kaldı onu Mırcakta sorğum Kavgalı etken ağa Ben derkenlik dağı Bizge Türkiye Астана! Барлық айтады, Астанада бәрі қымбат дейді. Тамақ қымбат, машина қымбат, күн көріс қымбат. Күн көрудің өзі қиын дейді. Біз Астанадан Атырауға келсек, сіздерде бәрі апардан екен. Сосын Мегаға костюм салып алуға бардық қой. Иә. Ят болды. Сіздер Мегаға киім киіну үшін емес, фотоға түсуге барады екенсіздер. Сосын өзге қалалардың адамдары Астана қаласына келіп демалатын болса, ал мына сіздердің әкімдеріңіз Атырауға келіп демалады екен ғой. Сонымен Астанаға әкім сыйлаған атыраулықтар, біз бастаймыз. О, құралай, сүйет сен самурай. Сен самурайға хабарлас. Серьезно айтам, самурай. Дүкенде болған жағдай. Туп. Саламатсыз баба. Амансыз байдалайын. Аба, маған сарағаш беріп өтсі? Сарағаш. Сарағаш ба? Сарағаш бере қойшы айдалайын. Бә, Сарағаш таған бә. Сарағаш. О, самурай. Бәрін білет құралай. Құралай саған хабарласат. Сот кіре бол, самурай. Кешкі уақыт 2 ұры. 118-ші бөлімнің соңы. Сәуір бітті, күн жылына бастады. Айгүл Айнұр гамаждарын тастады. Құттықтаймын серік жігіттер, чайкелердің сезонында басталды. Қазақ өзінің күйеу баласын әрқашан сыйлаған. Бір отбасы, күйеу баласы Кавказ ұлтының өкілі. Жігіттер, қой қайда, қойды алып келдер ортаға. Қойды алып келдер ортаға. Қойды алып келдер. Қойды жатсыңдар, достап жатсыңдар. Жатқыз, аяғын байла. Ал енді қазақтың салт дәстүрі бойынша қойды күйеу баланың өзі сойсын. Күйеу бала қайда? Күйеу бала! Баста! Күшті болып тұр, билей бер, күшті болып тұр. Билей берді, билей бер. Не болды? Қой қашты. Серьезно айтам, 4 күннен соң жаз болады. Айгерім көлеңкеде кір жуат. Жуған кірін далаға кептіріп қойып, үтіктеме киіп алып қазғылат. Өте таза киллер. Блютузы бар құмырсқа. Резюме тапсырып жұмысқа. Жалақың бәрібір аз болады. Бастықтармен ұрыспа. Пойызда болған жағдай. Ау, жігіттер,
таныстық үшін кеттік. Жігіттер, салам алейкум. Бірдеме ішіп отырмыз ғой. Жоқ. Кәне, ұғышы. Шу өтсін ба? Жоқ, ешкім жоқ. Шу өтсін ба? Жоқ. Жоқ. Шу өтсін ба? Жоқ. Үште. Сен шу өтсін ба? Құттай іштім мен. Іштім, мында іштім тек. Документің бар ма? Документ бар. Үшінші полкада сияқты. Мында тұр екен ғой. Так. Сен бір жерден көрген не жүз сөйлесіп қой дейік. Buffalo soldier, tread like a rasta. Мачо иттер көшелерде жүреді. Қызды көрсе дүрсілдейді жүрегі. Қалайсың деп амандасса сол қыздар, қумаш ешме итпін ғой деп үреді. Атыраулық жігіттер Иманғали Тасмағамбетов пен белгілі режиссер Тимур Бекмамбетовтың алғашқы рет кездесуі. Сен ана емессің мана? Кім еді? Сен ана кімсің ана? Кім еді ана? Ана бар ғой ана? Кім еді ана? Сол. Кімсің ана? Кім еді? Тимур. Иманғали. Имеке? Ау. Сіз менің дневной дозор және ночной дозор деген киномды көріп педіңіз? Бұлай халық аузынан естіп жүрмін бұлай жалпы. Қалай түсірді десеңізші соны. Көз алдыңызға елестетіңіз. Мынаяқта жақсылар, мынаяқта жамандар бір-бірімен шайқасады. Таудың үстіне мініп шайқасады, тау бытыш деп жарылады. Қастарына машина ұшырып. Мынаяқта қойлар деп маңырап отырады. Ақыр соңында жақсылар жеңеді. Міне, осының өзі фантастика емес пе Имеке? Ай, Тимур, осыны фантастика деп тұрсың ба? Қара, көз алдыңа елестет. Астана, көктемдер, құстар сайрап жатыр ана жерде. Осы кезде бюджеттен ақша бөлінді. Бюджеттің ақшасына жақсылар мен жамандар шайқасып таласып жатыр. Ақыры тендерді жақсылар ұтып жығады. Сосын тіп-тіке жатқан жолға алып қазат, қотыр етіп қояды, қайтадан түзейді. Сөйтіп, бюджеттен бөлінген ақшаны толық игереді. Міне саған фантастика. Фантастиканы мен Америкадан іздеп жүрсем, мына сіздерден үйрену керек екен. Дұрыс айтасың. Мына енді шетелдерге шығып тұрасың. Мына өзі қазақ тілін ұмытып қалған жоқсың ба? Маған айтсын ба? Қой жоға, қазақша кітаптар оқып тұрам. Қазақша мақалдар оқып тұрам. Жақында мысалы бір мақал естідім. Өзге елде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан бол деген. Имеке, сіз екімізге қатысы жоқ мақал. Дұрыс айтасың. Por favor, señora, perdóname. Үндемей қарап тұра бергенше бірдеңеде. Яна куанто диямас. Жүректің балдарды ешкім шапалақ аямас. Желековен командасы Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің ректоры Қазмағамбетов Алтай Ғабдырахманұлына алғыстарын айтады. Сәлемдесу тағы бір